Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазір осындай қызықты іздеп шығарып көрейік. Комбинаторика тақырыбы бойынша шелекте 12 литр сүт бар. Сүтті 1 литрлік және 2 литрлік банкаларды пайдаланып, көлемі сондай екінші бос шелекке неше әдіспен құюға болады? Сүтті бір банкадан екінші банкаға құюға болмайды және әртүрлі банкалардың қолдану реті ескеріледі. Сонымен қарайық. Осындай қызықты есеп. Қараңыз, бізде 12 литр бар. Сол 12 литрді біз бірінші шелектен екінші шелекке құюымыз керек. Мысалы, мына жерде 12 литр бар, біз екінші бос шелекке құямыз оны. Құятын кезде біз 1 литрдан құямыз, немесе 2 литрлардан құямыз. Сонда барлық әдістер санын есептеу керек. Және бұл жерде ескерілетін нәрсе. Мысал үшін біз бірінші 2 литрді құйдық, 2 литрлік банканы. Одан кейін бірінші литрлік банканы құйдық, одан кейін мысалы 10 рет біз 1 литрлік банканы ғана қолдандық, Бұл бір әдіс қана болып есептеледі. Егер біз әуелі мысалы 12 литрден бірінші 1 литрді құйып алдық, одан кейін 2 литрді ауыстырып, 2 литрлік банканы қолданып, ары қарай тек 1 литрлік банкамен құйып отырсақ, бұл екінші әдіс болып есептеледі. Яғни, мына жерде есептің шартында айтылған әртүрлі банкаларды қолдану реті ескеріледі деп тұр. Яғни, мына жерде біз 2 литрлікті бірінші орында қолдандық, бірінші жүрісте. Мына жерде екінші жүрісте қолдандық. Яғни, бұлар әртүрлі болып есептеледі. Сондықтан барлық әдістер санын есептеу керек. Бұл есепті мен екі әдіспен шығарып көрсетем. Бірінші әдісі қарапайым таза есептеп шығамыз барлығын. Енді элементарно комбинаторикамен просто есептей саламыз. Яғни, 12 деген санды біз 2 және 1 деген сандарға, қосылғыштарға жіктеуіміз керек. Оның неше әдісі бар? Бірінші әдісі, біз тек қана 1 литрлік банкаларды ғана қолданамыз. Яғни 12 рет тек қана 1 литрлік банканы қолданамыз. Екінші әдісі, біз 1 рет 2 литрлік банканы қолданамыз. Давайте мен бұл түстерін әртүрлі қылып жазайын. Тек қана 2 литрлік банканы ғана қолданамыз. Қалғандары барлығы 1 литрлік банкалар болсын. Бұл екінші әдіс. Екінші әдіс емес, осы әдістердің арқылы өзінің варианттары бар. Үшіншісінде біз мысалы 2 рет пайдаланамыз 2 литрлік банканы. Сосын әдіс демек жағдай деп қарастырайық, жағдайлар. Одан кейін 2 литрлік банканы 3 рет пайдаланамыз. Одан кейін 2 литрлік банканы 4 рет пайдаланамыз. Одан кейін 2 литрлік банканы 5 рет пайдаланамыз. Одан кейін 6 рет пайдаланамыз. Яғни 1 литрлік банканы мүлдем пайдаланбаймыз соңғы жағдайда. Әр жағдайдың өзінің варианттары бар. Сонда бізде мына жерде 12 рет пайдаландық 1 литрлік банканы, мына жерде 11 рет пайдаландық, сонда жоқ, 10 рет пайдаландық. Сонда мына жерде неше рет пайдаланамыз? 2-2 4. Так, мына жерге 13 деп жазып қойыппын. 12-ден 4-ті азайтсақ 8, мына жерде 8 банка бар. 2 литрлік банканы 3 рет пайдалансақ, онда 1 литрлік банканы біз 6 рет пайдаланамыз. Егер 2 литрлік банканы 4 рет пайдалансақ, ол 8 литр болады. Ар жағында 4 литр қалады. Сонда 1 литрлік банканы біз 4 рет пайдаланамыз. Яғни мына жерде 4-еу. Егер 5 рет пайдалансақ, ар жағында 1 банкаларды, 1 литрлік банканы 2 рет пайдаланамыз. Және соңғы жағдайда пайдаланбаймыз 1 банканы. Енді барлық мүмкін нұсқалардың санын есептейік реттерін. Бірінші кезекте бізде 12 литрлік банканы, 2 литрлік банканы вообще пайдаланбаймыз. Яғни бұның әдістер саны 12-ден 0 деп алса болады. Яғни 0. Яғни 2 литрлік банканы біз мүлдем пайдаланбаймыз. Сонда 12 элементтен 1 элемент бойынша теру. Так. Бұл бізде бірге тең. Бірақ әдіс бар. Тек қана 1 литрлік банкаларды пайдаланамыз. Екінші әдіс. 11 банка, 11 рет жүріс жасаймыз. Яғни 1 банкалармен 10 рет қолданамыз 1 литрлік банканы. И 2 литрлік банканы 1 рет. Барлығы 11 рет. Сол 11 реттің
бір мәртесі ғана 2 литрлікті пайдаланамыз. Сол нешінші орында болуы мүмкін, нешінші жүрісте болуы мүмкін. Бірінші жүріс, екінші, үшінші, төртінші. Яғни 12 барлық вариантын есептейік. Сонда 11 элементтен бір элемент бойынша терулер саны барлығы 11 вариант. Яғни біз 2 литрлік банканы 11 жүрісте 11 әдіспен пайдаланамыз. Бірінші, екінші, үшінші осылай кете береді 11 жүріске дейін. Үшінші жағдайды қарайық. Бізде 2 литрлік банканы 2 рет пайдаланамыз. 1 литрлік банканы 8 рет. Барлығы бізде 10 жүріс бар. Сол 10 жүрістің ішінен 2 литрлік банканы пайдаланатын 2 жүрісті біз 12-ден 2 С 12 элементтен 2 элемент бойынша теру саны бойынша осы әдіспен пайдалана аламыз. Бірден есептей салайық. Бұны 12, 11 бөлінген 2. Ой, 12 емес қой. 10 ғой. Так, литрмен шатастырып жібердім. Барлығы бізде 10 жүріс, яғни элемент не жерде формула бойынша, яғни бізде CNK болса, N деген жүрістердің саны ғой, неше жүріс жасаймыз, соның саны. Яғни бізде үшінші жағдайда, так, мына жақта жағдайларды мен бөліп қояйыншы. Бірінші жағдай, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, барлығы 7 жағдай. Яғни үшінші жағдайда біз 10 жүріс жасаймыз, сол 10 жүрістің екеуін таңдаймыз, яғни 2 литрлік банканы қолданатын жүрістерді. Ол 10 көбейту 9 бөлінген 2 45 болады. Үшінші жағдайда 45 вариант бар. Төртінші жағдайда бізде мына жерде 3, 6, 9. С9-дан 3. Яғни 9 жүріс жасаймыз, сол кезде 3 банканы неше әдіспен пайдаланатын есептеп жатырмыз. Яғни екілерді 9 санның арасына неше әдіспен орналастыруға болады. Яғни 9 көбейту 8 көбейту 7 бөлінген 3 факториал. 1 көбейту 2 көбейту 3. Так, 2 мен 8 қысқартамыз 4, 9 бен 3, 3-ке 4, 12, 12-ке 7, 84 әдіс бар. Төртінші нұсқа, бізде 2 литрлік банканы 4 жүріс жасаймыз, 1 литрліктен 4 жүріс жасаймыз. Барлығы 8 жүріс, яғни 8 элементтен 4-еуін таңдаймыз. Сонда 8 көбейту 7 көбейту 6 көбейту 5 бөлінген 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4. Так, мақта 2 мен 4 8-ді береді. Бізде 3 пен 6 қысқарады 2, 2-ке 5 10, 70. Мына жерде 70 вариант. Алтыншысында біз 2 литрлік банканы 5 рет пайдаланамыз. Мынаны 2 рет пайдаланамыз. Яғни С барлығы 7 жүріс, 7 жүрістен 5-еуін таңдаймыз. Ол 7 жүрістен 2 жүрісті таңдағанмен бірдей. Яғни 7 көбейту 6 бөлінген 2 тен 21 жүріс. И соңғы вариантты бізде бір-ақ жүріс. 12-ден 6-аудан таңдаймыз. Яғни С 6-дан 6 бірге тең. Так, осы мәндерді қойып шығайық. Яғни біз заңдылығын түсіндік. С 12-ден 0 қосылған С 11-ден 1, С 10-нан 2, жүрістердің саны бірге азайтып отырмыз да. Жүрістердің саны мына жерде бірге азайып отыр, ал 2 литрлік банкалардың саны бірге артып отыр. Түсінікті, несі? Заңдылығы. 8 мына 4 болады, С 7 мұнда 5 болады, С 6 мұнда 6 болады. Сонда бізде жаңа сандардың барлығын жазып шықсақ, 1 қосылған 11, қосылған 45, қосылған 84, қосылған 70, қосылған 21, қосылған 1, бізде барлығы 233 әдіс бар. 12 литрлік банканы сүтті екінші шелекке ауыстыру. 1 литрлік және 2 литрлік банканы. Енді мен тағы да бір әдісін көрсеткім келіп тұр. Бұл енді кішкене әдемі әдіс та, бұны білу керек та негізі. Қараңыздар. Егер бізде N литр бар болса, және бізде 2 банка бар. Бірінші банка ол 1 литрлік, екіншісі 2 литрлік. Сонда осы N литрді біз AN әдіспен құя аламыз. Осы 2 банканы пайдаланып құя аламыз. Енді қарайық. Егер біз бірінші жүрісте 1 литрлік банкамен 1 литрлік
банканы қолдансақ не болады? Назар аударайық. Бізде басында n литр болған, иә? Енді біз 1 литрді құйып алдық. Бізде қанша қалды? n-1 қалды. Енді қалған n-1 литрді неше әдіспен құюға болады? Қараңыздар, егер n литрді, иә, мына жерде, егер n литрді біз n-ші әдіспен, осынша әдіспен құя алсақ, онда n-1 литрді біз сәйкесінше n азайтылған бір әдіспен құя аламыз. Дұрыс қой? Енді екінші жағдайды қарастырайық. Егер бірінші жүрісте 2 литрлік банканы қолдансақ, 2 литрлік банканы қолдансақ, ең бірінші жүрісте. Біз қазір жалпы түрде бастап жатырмыз. Банканы қолдансақ. Онда бізде n литр болған. Біз бірінші жүрісте 2 литр құйып алсақ, онда бізде n-2 қалады. Енді осы n-2 литрді, қалған n-2 литрді біз n-2 әдіспен құя аламыз, дұрыс қой? n литрді n әдіспен, n-1 литрді n-1 әдіспен, ал n-2 литрді n-2 әдіспен. Содан бізде не шығады? Бізде мынандай рекурренттік нәрсе шығады. Яғни n бізде ол n-1 қосылған n-2 кетеді. Яғни бірінші жүріске қатысты не n-1 қалады ар жағында, не n-2 қалады. Осы екі нұсқаны біз қосамыз. Енді n тең 1 литр ғана болса, оның естественно бір ғана варианты бар, яғни бір-ақ әдіс бар. Тек 1 литрлік банканы ғана қолданыламыз. Егер n тең 2 литр болса, онда бізде варианттар саны екеу. Яғни біз мына жерде 1 литрлік банканы 2 рет құя аламыз. Немесе 1-ден 2 литр құя аламыз. Яғни бұяқта әдістер саны 2-ке тең. Сонда бізде мынандай рекурренттік тізбек пайда болып тұр, яғни рекуррентті тізбек n-ші мүше, ол n-1 және n-2 мүшелерін, яғни оның алдындағы екі мүшенің қосындысына тең, және қосымша шарт бар. Бірінші мүше 1-ге тең, екінші мүше бізде 2-ге тең. Бұл бізде Фибоначчи тізбегін береді. Так, жазып қояйын мына жерге. Міне ағылшынша былай жазылады: Фибоначчи тізбегі. Яғни әр келесі мүше алдыңғы екі мүшенің қосындысына тең. Бізде бірінші мүшеміз бізде 1-ге тең, екінші мүшеміз 2-ге тең. Нөлінші мүшені табу керек. Нөлінші мүшені біз 1-ге тең деп ала салайық. Сонда қараңыздар, шартқа сәйкес кеп тұр, 1 қосу 1, 2. Сонда 2 қосылған 2, үшінші мүше бізде 3-ге тең. Төртінші мүше ол алғашқы екі мүшесінің қосындысы, яғни 2 қосылған 3, 5-ге тең. Бесінші мүше бізде 3 қосылған 5, 8-ге тең. Алтыншы мүше ол бізде 5 қосылған 8, яғни 13-ге тең. Бізге 12-ші мүшені табу керек қой, бізде 12 литр болып тұр, Так. Сонда 7-ші мүше бізде 8 қосылған 13, 21-ге тең. 8-ші мүше 13 қосылған 21, 34-ге тең. 9-ші мүше 21 қосылған 34, 55-ге тең. 10-ші мүше бізде 34 қосылған 55, 89-ға тең. 11-ші мүше бізде 55-ті 89-ға қосамыз. 55-ті 89-ға қоссақ бізде 130, 144 болады. И 12-ші мүше бізде 89 қосылған 144, ол бізде 233 болады. Мынау екінші әдісі. 233 және алғашқы комбинаторикалық әдіспен ол кезде бізде 233 шыққан. Яғни екінші шешімі, ол да өте әдемі шешім, Фибоначчи тізбегі арқылы. Фибоначчи тізбегі туралы тағы да қосымша мәліметтер қызықтырса, интернеттен көп мәлімет табуға болады, және алдағы уақытта осы тақырыпқа қосымша бір видеолар шығарып көрсетуге тырысамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, онда лайк басып кетіңіздер.